Белгілі сахаба Әбу Саид әл-Худри, Алла ол кісіден разы болғай, аталмыш дұғаға қатысты мына бір оқиғаны әңгімелеген. Бірде пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, намаздан тыс уақытта мешітке кіргенінде ансарлық Әбу Умама атты бір кісінің отырғанын көріп: «Әй Әбу Умама, намаздан тыс уақытта мешітте не істеп отырсың?» деп сұрайды. Ол: «Уа Алланың елшісі, қарызға белшеден батып, қатты қиналып отырмын» деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, оған: «Саған оқығанында уайым қайғынды сейілтіп, қарыздарынан Алланың өзі құтқаратын бір дұға үйретейін бе?» дегенде Әбу Умама: «Алла ол кісіден разы болғай, әлбетте, уа Алланың елшісі» дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, оған осы дұғаны үйретіп, бұл дұғаны таңертең және кешке үзбей оқып жүр дейді. Кейіннен Әбу Умама: «Мен пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, бұйырғанын бұлжытпай орындап, соңында Алла тағала менің барлық уайым қайғымды сейілтіп, қарыздарынан да толық құтылдым» деген екен. Олай болатын болса, бұл дұғаны сізде қарыз болатын болса, уайым қайғы болатын болса, жалқаулық, сарандық басатын болса, осы дұғаны әрдайым таңертең кешке 3-3-тен оқып үзбей жүруді пайғамбарымыз өсиет еткен екен. Дұғаның оқылуын үйренеміз. Мына жерде арабшасын оқимын, қазақша оқылуы мынау астында жазылып тұр. Осыдан арабшасын оқи алмайтындар астынан қазақшасын оқысаңыздар болады. Аллахумма инни а'удhu бика минал хамми вал хазани ва а'удhu бика минал аджзи вал касали ва а'удhu бика минал джубни вал бухли ва а'удhu бика мин ғалабати дайни ва қохрир риджал. Осы дұғаны таңда кешке қарай 3 рет айту керек. Міндетті түрде мағынасымен бірге айтып жүруді ұмытпаңыз. Олай болатын болса, мағынасын бірге тыңдасақ. Жеуден, қайғы қасіреттен, дәрменсіздіктен, жалқаулықтан, қорқақтықтан, сарандықтан, қарызға белшеден батудан және адамдардың зорлық-зомбылығынан сақтай көр.